Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді ерекше рулеттердің бірі, өте пайдалы бауырдан жасалған рулеттің рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін алдымен осылай бөліктерге бөліп аламыз бауырды, үстіне пияздарды салып, екеуін бірге блендердің көмегімен езіп аламыз. Жақсылап езіп аламыз, арасында түйіршіктер қалмау керек. Енді ыдысымызға саламыз. Қалған бөлікті де солай жасап, ыдысымызға салып аламыз. Енді үстіне жұмыртқамызды қосамыз, сүтімізді қосамыз және сұйық майымызды қосамыз. Ұнымызды қосамыз, тұзымызды салып, қара бұршымызды салып, барлығын жақсылап венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай бір келкі масса болғанда тоқтатамыз. Одан соң ыдысымызға пергаментный бумаганы төсеп, осылай жайып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сәбізіміз бен пиязымызды теркадан өткізіп, бірге қосып қуырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, бұқтырып аламыз. Біздің начинкамыз суыған соң, үстіне майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Бауырымыз міне осындай бағанағы рулетіміз осылай дайын болды. Енді арасына начинканы жағып, видеодағыдай әп-әдемі қылып орап аламыз. Мен екі шетін кесіп тастадым. Қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Өте дастарханын сәнін де келтіреді, өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.